Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз жұп-жұмсақ әрі нәзік болып шығатын орео пирогын әзірлейтін боламыз. Ол үшін бірінші қамырын дайындап аламыз. Бөлме температурасындағы 100 грамм сары майға 1 жұмыртқаны, 50 грамм қантты салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң құрғақ құрамдарды бір-бірімен біріктіріп аламыз. 200 грамм ұнға 1 шай қасық қамыр қопсытқыш және 3 ас қасық какао ұнтағын саламыз. Енді барлығын біріктіріп, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейміз. Осылай дайын болған қамырды бір шетке алып қоя тұрамыз. Ендігі кезекте салмасын әзірлейтін боламыз. Ол үшін 400 грамм қаймаққа 1 жұмыртқа және 120 грамм қантты қосып араластырып аламыз. Одан соң 1 ас қасық жүгері крахмалын қосамыз, яғни кукурузный крахмалды. Егер болмаған жағдайда 1 ас қасық ұнды да қосуға болады. Орео печеньесін ұсақтап алып, салып жібереміз. Енді қамырды формаға жайып аламыз. Енді салмасын құямыз және осылай араластырып жібереміз, өйткені арасындағы ауа шығуы қажет. Одан соң бетіне осылай орео печеньелерін салып шығамыз. Одан соң 170-180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Осындай дәмді пирогымыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет.